Сәлеметсің бе, балақай? Қалың қалай? Сен ұйқыға жатпас бұрын менің ертегімді тыңдап ал. Ертегі тыңдау саған өте ұнайды ғой. Бүгін мен саған аспандағы күн мен бұлттың достығы жайлы әңгімелеп беремін. Күн мен бұлт екеуі қандай достар екен? Оны білгің келе ме? Қазір ертегіден білетін боламыз. Аспанда күн мен бұлт өмір сүріпті. Екеуі аспанда көрші болса да, мінездері әртүрлі екен. Күн болса әрқашан жарқырап, айналасын жарық қылып, адамдарға қуаныш сыйлайды. Ал бұлт болса тұнжырап, күннің көзін жауып тастайды. Бір күні бұлт ренжіп былай дейді: әрқашан сен жарқырайсың. Ал мен шықсам, адамдар жаңбыр жауады деп қаша бастайды. Дейді бұлт. Ал күн болса күлімдеп, бұлтқа былай деп жауап береді: жоқ, досым, сенің де пайдаң көп. Сен болмасаң, жерге жаңбыр жаумас еді. Жаңбыр болмаса, гүлдер де, ағаштар да, өсімдік атаулы жерде өспейді. Сен де адамдарға қуаныш сыйлайсың. Бұлт болса, күннің бұл сөзінен кейін ойға шомып, көңілденіп, мінезі жұмсарып, жылы жаңбырды жерге төге бастайды. Ал жаңбырдан кейін әдемі кемпір қосақ пайда болып, балалар мәз мейрам болып қуанады. Ал содан бері күн мен бұлт ешқашанда бір-бірімен ұрсыспайтын болды. Бірге тату тәтті өмір сүріп, жер бетін қуанышқа бөлейді екен. Ал сен, балақай, жаңбырлы күнді жақсы көресің бе? Әрине, жаңбырлы күні күннің көзі көрінбейді. Бірақ жаңбырдың да тигізетін пайдасы өте көп екен. Солай ғой. Ал біз болсақ, әр нәрсенің жақсылығын көре білуіміз керек. Және достықтың ең үлкен күш екенін ұмытпайық. Ал жақсы, келесі кездескенше мен сенімен қоштасамын. Сау бол.